Талғарлы Хасан және Хутор қылмыстық тобы. Талғар қаласынан шыққан Хасан есімі Қазақстандағы қылмыстық оқиғалармен байланысты. Хасанның аты 2024 жылдың қазанында 16 жастағы Шерзат Болаттың өліммен қатар жиі атала бастады. Хасан және оның бауырлары Талғар аймағында Хутор деп аталатын ұйымдасқан қылмыстық топты басқарады. Бұл топ көптеген жылдар бойы аймақ тұрғындарының үрейін туғызып, құқық қорғау органдарының назарын аударған. Оқиғалар хронологиясы. Топтың құрылуы. Хутор тобы 3 ағайынды Хасан, Аслан және Ержан басқаратын қылмыстық ұйым. Бұл топ көп жылдар бойы тұрғындарға қарсы зорлық-зомбылық көрсетіп, қару-жарақ қолданып келген. Талғар халқы бұл топтың қылмыстық әрекеттерінен ұзақ уақыт зардап шегіп келгені белгілі. Шерзат Болаттың өлімі. 2024 жылдың қазан айында Талғар қаласында қайғылы оқиға орын алды. Шерзат Болатқа Хутор тобының мүшесі пышақ салып, жасөспірім ауыр жарақаттан қайтыс болды. Бұл оқиға қоғамда үлкен дүрлігу тудырды. Себебі қылмыскерлер бұрында қылмыстық істер бойынша жауапқа тартылған. Тергеу мен қоғамдық реакция. Шерзаттың туыстары қылмыскерлердің жазадан құтылып кетуі мүмкін екенін айтып, наразылықтарын білдірді. Олар қоқан-лоққыға ұшырап жатқанын да хабарлады. Бұл жағдай қоғамдық назарды аударып, билікке үлкен қысым түсірді. Хутор тобының қылмыстары. Хасан басқаратын топ қылмыстық әрекеттерімен танымал. Куәгерлердің айтуынша, топ мүшелері адамдарға пышақпен шабуыл жасап, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне де қастандық жасаған. Бір тұрғынның айтуынша, оның туысын көлік багажына тығып, тауға апарған. Биліктің реакциясы. Қоғамдық наразылықтан кейін тергеу қатаң бақылауға алынды. Полиция мен прокуратура барлық қылмыскерлер жауапқа тартылатынын мәлімдеді. Оқиғаға қатысы бар бірнеше адам қамауға алынып, тергеу жалғасуда. Қорытынды. Талғарлы Хасанның қылмыстық әрекеттері қоғамда алаңдаушылық тудырған жағдай. Шерзат Болаттың өлімі Қазақстандағы ұйымдасқан қылмыстық топтар мәселесін қайта көтерді. Қоғам әділеттілік талап етуде, ал бұл жағдай билік органдарының назарында болып, әділ шешім күтілуде.